Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай керемет булочки раушан тәріздес жасайық бірге. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. 150 мл жылы су, 150 мл жылы сүт, сары май ерітілген, 1 жұмыртқа, 3 ас қасық қант, тұз, ашытқы, сұйық май қосып бәрін араластырамыз. Содан кейін ұнды електен өткізіп, қосып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Сәл сұйық майдың көмегімен қамырды осылай жинастырамыз. Қыздар, тағамды жасағанда керемет көңіл күйлерімізбен жасайық. Сонда тағамның дәмі өте дәмді болып шығады. Әрдайым көңіл күйлеріңіз тамаша болып жүрсін. Күлімдеп, шуақты құлпырып жүріңіздер. Енді қамырды 1 сағатқа демалдыруға жібереміз. Осылай пакетикпен жауып, үстінен жылы орамалмен жабамыз. Қамырымыз демалып болды, осылайынан көтеріліп әп-әдемі болып шығады. Онды сүйіп, қамырды қойып, енді оны 9 бөлікке бөлетін боламыз. Енді қамырымызды жақсылап домалатып, дайындап қояйық. 10 минуттай тұруы қажет. Енді қамырды осылайынан ұн сеуіп, жайып шығып, бөліктерге бөліп, жинастыратын боламыз. Жасалу жолы ең оңай, қарапайым, әп-әдемі раушан тәріздес болып шығады. Міндетті түрде жасауыңызға кеңес беремін. Өте әдемі болып шығады. Мына дайын болды. Енді үстінен жауып, тағы бір 10 минуттай сәл көтерілгенше тұра тұрсын. Содан кейін жұмыртқаның сарысын үстінен жағып шығамыз.
Бұл жерде мен ақ кунжут пен макты сеуіп шықтым. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минутқа қоямыз. Қыздар, духовкаларымыз әртүрлі болғандықтан, сіз өз духовкаңыздың қызуына қарап қойыңыз. Осылайынан өте әдемі болып пісіп шығады. Ал енді осындай керемет еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Ал енді осындай тамаша раушан тәріздес булочкалармен қонақтарыңызды күтіп алсаңыз, дастарханыңыздың өте керемет сәнін келтіріп беретіні сөзсіз. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатыңыз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше, Қазақ каналын бірге дамытайық.